Сәлем баршаңызға, сіздерге восточный пирогының рецептісімен бөлісетін боламын. Толық нұсқасы видеоның астында жазылған. Ең алдымен тестісін жасап аламыз. Ситодан өткізілген ұнымызды ыдысымызға салып, оның үстіне сары майымызды салып, жақсылап біріктіріп араластырамыз. Ұнымыз дайын болғаннан кейін қалған ингредиенттерімізді саламыз. Оны бөлек ыдысқа да салып былғап алуға болады, ал мен оның үстіне салдым. Жұмыртқаның сарысы, қаймақ, қант разрыхлителді ұнның үстіне салып, мен біріктіріп, тесті қылдырып істедім. Дайын болғаннан кейін салафанымызға салып, холодильнигімізде ұстай тұрамыз. Оған дейін начинкасын дайындаймыз. Начинкасіне грек жаңғағы, изюм, сары өрік салдым. Әртүрлі өздеріңіздің қалауларыңызша кешью, тағы да басқаларды салуға болады. Уақтап турап дайындаймыз. Жаңағы жұмыртқамыздың ақ бөлігі қалған, соны миксерлеп отырып, үстіне біртіндеп қантымызды сеуіп ағарғанша араластырамыз. Осылай ағарғанша миксермен соғамыз. Оның үстіне мана грек жаңғағы, кішміш, сары өрігімізді салып, және миодымызды салып, бәрін бірге араластырамыз. Холодильнигімізден тестімізді алып, формамызға саламыз. Мен форма 24-тік форма пайдаландым. Осылай үстіне манағы начинкамызды салып, тегістейміз. Мен үстіне сгущенка пайдаландым. Осылай видеода да істеуге болады. Сгущенканың сапалы түрінен болған жақсы. 180 градуста 15 минут пісіріп аламыз. Осылай әп-әдемі болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Ұнайды деген сенімдемін. Менің каналыма тіркеліп, пікірлеріңізді қалдырып, үлпілдеріңізді аямаңыздар. Ас болсын, сау болыңыздар.